Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге тиын мен қасқыр ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегіні соңына дейін тыңдаңыздар. Өте қызық болады. Бір күні бір тиын бұтақтан бұтаққа қарғып жүріп, ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлап түседі. Қасқыр қарғып тұрып, оны ұстап алып жеп қоймақшы болады. Тиын болса шалынып, өлердегі сөзін айтады. Бай Қасеке, мені жемеңші, жіберіңші, дейді тиын. Жарайды, жіберейін, бірақ сен маған мынаны айт. Нелікті сендер әр уақытта көңілді жүресіңдер? Сонда тиын, алдымен мені жіберіңіз, содан соң айтайын. Әйтпесе жүрегім дірілдеп, сөйлей алатын емеспін, дейді тиын. Қасқыр тиынды босатып жібереді. Тиын болса өрмелеп ағаштың басына шығып алады да: сен қасқыр залымсың, залымдық ішіңді жандырып тұрады. Сондықтан да әрқашан қапалы жүресің. Ал біз болсақ, ешкімге жауыздық қылмаймыз. Ол үшін де әр уақытта көңілді жүреміз. Тиын ары қарай секіріп қашып кетіпті. Ал қасқыр болса, аузы аңқиған күйде қалып кетіпті. Бүгінгі менің тиын мен қасқыр ертегім ұнады ма? Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.